Бұл бағалы заттарды ұрлаудың ең танымал оқиғасы. Сонымен оқиға мына жігіттен басталады. Леонардо. Ол Бельгияда тұрады және ұрлау мен алдау жағынан профессионал. Оның Антверпен алмаз орталығында офисі да бар. Басқалар оның ұры екенін сезіктеніп қоймас үшін сол жерде жұмыс істеп жүргендей болады. 2001 жылы ол өз жоспарын іске асыратын мүмкіндікке ие болады. Лео кофе ішіп отырғанда бір бейтаныс адам келіп 100 000 евроға алмаз орталығының ішін зерттеп тонауға мүмкін бе екенін анықтап беруді сұрайды. Леонардо тұрып, жарай көрейік дейді. Сөйтіп ол камерасы бар қалам алып бриллиант орталығына барады және лифтке мініп бірнеше этаж астыға түседі. Ал ол жерде қойма бар. Онда жүріп Лео шамасы келгенше біраз фотолар түсіріп алады. Сыртқа шығып ол барлық түсіргендерді кездескен бейтаныс адамға береді. Мен барлығын қарап шықтым. Бұл жерді тонау мүмкін емес дейді. Жарайды деп ол фотоларды алып ақшасын төлеп кетіп қалады. Бірақ мұнымен бәрі біткен жоқ. Арада 5 ай өтеді. Аяқ астынан бұрынғы кездескен бейтаныс қайтадан хабарласады және тастанды қоймада кездесуге шақырады. Ол тұрып, жарайды, қаз барам дейді. Ол жерге келгенде олар бриллиант орталығының тура көшірмесін жасағанын көреді. Оларға Леонардоның фотоларының біраз көмегі тиген болып тұр ғой. Және жай жүрмей олар 5 ай бойы сол жерде тонауға дайындалған екен. Бір уақытта тұрып, олар мүмкін бізге қосыласың, тонауды бірге жасайық дейді. Ол тұрып, жарайды дейді. Сонымен олар 2 жыл бойы күзетті қалай өтетінін, камералардан қалай жасырынуға болатынын жалпы барлығын жоспарлайды. Сонымен 2003 жыл болады. Тонау күні келеді. Леонардо 4 жігітті алып орталыққа келеді. Лео машинада қалады. Қалған 4-еуі сөмкелерін алып орталықтың артынан кіреді және ішке кіріп саты арқылы көтеріліп барлық есіктерді бұза бастайды. Сөйтіп олар қоймаға кіреді. Оның іші сейфтарға толы болған. Нақты айтқанда 109 сейф болған. Және әрине олар біреуін қалдырмай барлығын бұзып сөмкелерін толтырады. Олар алтын, бағалы заттар, ақша бәрін алып артқы есіктен шығып кетеді. Ұрланған заттар $100 миллион құраған. Тонау біткеннен кейін олар Леонардоның үйіне барып тойлайды. Олар тамақ, ішімдік ішіп жақсы көңіл көтереді. Және бәрі біткеннен кейін үйдегі қоқысты жинауға кіріседі. Бірақ ол жерде тек қоқыс қана емес, чектар, тонаудың жоспары, ішкен тамақтың қалдықтары да болған. Олар бәрін бір пакетке жинап машинаға салып қояды. Екінші күні бәрі жан-жаққа кетеді. Леомен бірге тонауға қатысқан бір жігіт қалады. Ол екеуі Италияға қарай жолға шығады. Жолда келе жатқанда сары жігітте паранойя басталады. Мына қоқыспен бізді ұстаса сотталамыз, машинаны тез тоқтат дейді. Олар орманның жанына тоқтайды. Негізі қоқыстың бәрін кейін жағып жібереміз деген жоспар болған. Бірақ сары жігіт асықтырып, олар қоқысты жай лақтырып кете салады. Сөйтіп екеуі Бельгиядан Италияға келіп, басқа тонауға қатысқан жігіттермен кездесіп ұрланған заттарды бөліседі. Бұл уақытта орман жақтағы жергілікті фермер өз жерінен қоқыс тауып алады. Жын ұстап ол полицияға хабарласады. Мұнда бір балалар менің жеріме қоқыстар тастап кетіпті. Тез келіңдер дейді. Полиция оның ішінде не бар екенін сұрайды. Фермер айтады, мұнда скотч, перчатки, алмаз орталығының конверті ма тағы бірдеңелер жатыр дейді. Полицияға бұл күдікті болып көрінеді және олар орман жаққа келеді. Олар барлық қоқысты жинап алып кетеді және ішінен жартылай желінген бутерброд тауып алады. Олар оны тез арада лабораторияға өткізеді. ДНК арқылы тексеріп келгенде ол Леонардонікі екені анықталады. Бірнеше күннен кейін Лео Бельгияға қайтып келеді және өзі тонаған орталыққа барып хат алып кетуге кіреді. Сол уақытта оны күзетші танып қойып полицияға хабарласады. Және бам, полиция Леонардоны ұстайды. Бұл оның өмірдегі фотосы. Ең қызығы ол жанында бірге болғандарды полиция қыспақ қалса да айтудан мүлдем бас тартады. Яғни басқалары ұрланған ақшамен дым болмағандай сыртта жүреді. Соңында сот оны 10 жылға түрмеге жабады. Ал менің бүгінге айтарым осы. Канал қызықты болса лайк басып тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.